Сәлем достар, бүгін сіздерге шоколадты пончиктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге жылы сүт қажет. Жылы сүттің үстіне қант саламыз. Дәміне қарай тұз саламыз. Және де аштықы салып, жақсылап араластырамыз. Менде аштықы құрғақ аштықы. Одан соң жұмыртқамызды салып, және де ерітілген сары майымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Електен өткізілген ұнымызды саламыз. Ұнымыз міндетті түрде електен өткізілуі керек. Сонда ғана біздің қамырымыз жақсы көтеріліп шығады. Қамырдың бетін салафанмен жауып, жылы жерге қойып қоямыз, шамамен 1,5 сағаттай. Мінекей достар, біздің қамырымыз керемет болып көтеріліп шықты. Енді осы қамырды алып жаятын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығын шамамен 5 мм-дей қалыңдықта жаямыз. Мен стаканның дөңгелегімен басып жатырмын. Егер де сіздерде дөңгелек форма болса, солармен де баса беруге болады. Осы дөңгелек болып ойылған қамырдың бетін пищевой пленкамен немесе матамен жауып қоямыз. Жауып, тағы да 20 минут көтерілу керек себебі. Міне біздің пончиктеріміз көтерілді. Қазір енді 180 градуста 15 минутқа духовкаға қоямыз. Біздің пончиктеріміз дайын болды. Жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес беремін.